Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бауырдан өте дәмді шығып, сочный болып шығатын котлеттер жасайтын боламыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Өте дәмді әрі тойымды. Ал бисмиллах деп бірінші осы бауырымыздың пленкасын тазалап алатын боламыз. Сыртында осындай пленкасы болады. Соны жақсылап тартып, өзі тартсаңыз қолыңызбен өзі шыға беретін болады. Осылайынан тартып тазалап алатын боламыз. Енді осы бауырымызды мясорубкадан өткізуге дайындайтын боламыз. Ыңғайлы етіп, өзімізге өткізгенге ыңғайлы етіп, осылайынан турап алатын боламыз. Барлығын бірдей қылып, біздің мясорубкамыздың ішіне сиятындай қылып, осылайынан турап дайындап аламыз. Одан кейін мясорубкамызға салып өткізіп алатын боламыз. Мясорубкаларыңыз болмаса, блендермен өткізсеңіздер де болады. Ол да жарай береді. Енді осыны жақсылап отырып өткізетін боламыз. Достар, қазақ контентінің дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Менің каналымда көптеген рецепт түрлері бар, кіріп қарасаңыздар болады. Әрі қолжетімді заттармен жасалады. Осылайынан барлығын жақсылап отырып өткізіп алатын боламыз. Одан кейін бізге осылай 4 зубчик чеснок, бір бас сәбіз керек болады. Бұны да жақсылап осылайынан сиятындай қылып турап мясорубкамыздан бұны да жақсылап өткізіп алатын боламыз. Чесногымызды салып жүреміз. Бізге өте дәмін керемет қылады чеснок. Ішіне укроп сасаңыздар да болады. Менде укроп жоқ болды. Одан кейін салмадым. Картошка сасаңыздар да болады. Мен картошка салмадым, тек сәбізбен істеймін. Осылайынан барлығын өткізіп алатын боламыз. Бізге ұн, сүт, бір жұмыртқа керек. Осының үстіне жұмыртқамызды, үстіне тұз салатын боламыз. Одан кейін қара бұрыш салып, жақсылап бір араластырып жіберетін боламыз. Жақсылап араластырып, барлық жеріне бірдей тигенше араластырып, сүтімізді құямыз. Сүтті де бір араластырып жіберетін боламыз. Бізде осындай масса болады. Енді осы массамыздың үстіне үлкен қасықпен толтырып, 4 қасық ас қасықпен салып араластырып алатын боламыз. Камочкалары қалып кетпеу керек, іртік болмау керек. Осындай сұйық масса болады. Қызып тұрған табамызға бір қасықтан салып пісіріп алатын боламыз. Екі жағына домалатып отырып, осылай салып дөп дөңгелек болады. Мінекей, екі жағын бірдей қылып қызартып алып, осылайынан қып-қызыл қылып пісіріп алып, тәрелкемізге салатын боламыз. Бізде өте дәмді котлеттер шықты. Біздерге ас болсын. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Сау болыңыздар.